Бисмилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті Құбыла медиа көрермендері. Бүгін бізде қонақта Орал қаласына Елбек Тасболатұлы келді. Қош келдіңіз, ұстаз. Қош көрдік. Орал қаласына. Жалпы сізбен біз осыдан 1-2 жыл бұрын сізбен бір сұхбат түсіргенбіз. Астана қаласына барып, сол кезде мына пәтуа мәселесіне, соның ішінде қазір заманауи мәселелерге қатысты бір жарым сағаттық сұхбат болған. Енді бүгін ұстаз сізбен жалпы сол пәтуа мәселесімен, өйткені сіз әлі де сол пәтуа бөлімінде жұмыс жасап жатсыз, және де білім алу жолыңызда да Дарул-Ифтаны оқығансыз. Жалпы осы саланы зерттеп жүрген адамсыз ғой енді. Қысқаша айтқан кезде, сол себептен бүгінгі тақырыпта сол пәтуаның төңірегінде болады. Сол себептен ең алдымен ұстаз өзіңізді тағы да бір таныстырып кетсеңіз, қазір қандай жұмыспен айналысасыз, бәлки кітаптарыңыз шығайын деп жатқан шығар, бәлки бір дәрістеріңіз алдағы уақытта. Танымайтын, егер көп таныста емеспін ғой, бірақ дегенмен енді халыққа өзіміз жайында айтатын болсақ, Елбек Тасболатұлы, осы оңтүстіктің тумасымыз. 2008-де Алиасқар университетіне барып, соны 2015-те тәмамдағанбыз бакалаврын. Сосын елде магистратура тамамдадық. Енді шариғатта біздің Алиасқардың жүйесі жылда бір курста 20 пән оқытылады. Және ол жерде бір ерекшелігі қосымша бұрынғы классикалық алқа жүйесі бар. Алқа жүйесімен қосымша сабақ алып, жаңағыдегі бір кітапты басынан аяқ бітіру деген секілді ижаза дейді, яғни сертификат беру, қазіргі тілмен айтқан кезде сол кітаптан сертификат беру деген мәселе әлде де жалғасып жатыр. Сондай жүйемен, екі жүйемен де сабақ алып, біраз біліміміз шыңдағанбыз. Көбінесе мына қосымша жүйеде фиқ саласына көп назар аударған едік. Фиқ саласында ұстаздарымыз сабақ берді, біршама кітаптар өттік. Біреулер бітсе, біреулер бітпеді. Сондықтан негізі Мысырда Дарул-Ифта деген нәрсе арнайы пәтуа. Ол бакалаврдан кейін магистратурасы беттес пәтуа беру жүйесі деген оқу орын. Ол негізі ол жерде мен оқымағам. Онда айта кету керек. Бірақтан сол 7 жыл оққан болсақ, 7 жыл сол фиқ саласының осы пәтуаға қатысты ғалымдардың алдында отырып сабақ алғанбыз. Тәубе қазірде елге келіп те мына енді пандемия ауыртпашылық тудырғанса да жаңа бір бағытты бастап берді. Zoom деген, немесе онлайн сабақтар деген. Сол пандемия кезінен онлайн сабақ алып, осы күнге дейін жаңағыдай жалғастырып жатыр тәубе. Ол да бір классикалық алқа жүйесінің бір заманауи көрінісі ғой. Сондықтан қазірге дейін сол білім алуымыз, жетілуіміз әлі жалғасып жатыр. Аллаға шүкір. Қазір сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында шариғат және пәтуа бөлімінің маманы болып есептелінемін. Сол қызметтеміз. Оған дейін 9 жылдай өңірлерде имамдық қызметті атқарған. Ұстаз, енді мына мәселеге тоқталсақ, ең алдымен жалпы бізде әлеуметтік желіде, Инстаграмға салып отырады, ақпараттық порталдар, әртүрлі журналистер шығарып отырады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осындай пәтуа шығарды, осы мәселеге қатысты осындай пәтуа берді деген секілді. Кейбір адамдар сол пәтуа не нәрсе екенін білмеуі мүмкін. Тіпті діндар тұлғалардың өзі кейде пәтуаның өзге нәрселерден, өзге үкімдерден айырмашылығын білмей жатады. Сол себептен ең алдымен жалпы пәтуа дегеніміз не, оның қазылық шешімнен қандай айырмашылығы бар, және пәтуа шығарылу процесі қалай жүзеге асады. Соның ішінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы пәтуа шығару үшін жалпы қандай әрекеттер жасайды, яғни қандай процестерден өтеді? Бізде негізі Муфтият газет, Фатуа газет деген ресми парақшаларымыз, сайтымызда шығып жатқан дүниелер, ол негізі бөлінеді. Пәтуалар бөлек шығады, пәтуа несімен, айдарымен. Кейін сұрақ жауаптар да шығады. Сұрақ жауаптар олдың елдің жаңағыдегі көп қайталанып жүрген сұрақтарға жауап ретінде белгілі бір маманның дайындаған материалы немесе мақаласы. Ал пәтуа дегеніміз, бізде ғұламалар кеңесі бар муфтияттың қасында. Елдің белді ғұламалары жиналған. Сол кісілерге өзекті тақырыптарда дайын жаңағыдегі тәртібіне сай мақалалар ұсынылады.
яғни сол мақаланың алып қосары, яғни үкімдер қамтылған, ішіне шариғи үкімдер, шешімдер десек те болады. Сол ғұламалар талдап, алдын ала оларға материал жіберіледі, талдайды. Сол кезде барып жиын болған кезде де талданып, сосын қабылдану керек болса қабылдайды. Кейде көпшіліктің даусымен қабылданады. Осы, яғни шариғи құжат болып есептелінеді. Яғни муфтияттың, немесе муфтият аясындағы соны жаңағыдай қабыл алам дейтін намазхандарға бұл шариғи ұстаным, бағыт бағдар десек те болады. Әлбетте, бұл заңдық күші болмауы мүмкін. Әлбетте біз енді діни бірлестік ретінде біз сол халыққа ағарту жұмысы ғой. Шариғаттағы мәселелерді түсіндіріп, заманауи мәселе болса, сол заманауи мәселеге не істейміз? Осы ғұламалар кеңесі шешім қабылдайды. Ендігі бір мәселе бар, қалай жүзеге асады? Демек, пәтуамыз бұл өзіндік салмағы бар. Сол ғұламалардың қолдауымен шыққан шешім болып есептелінеді. Яғни ол айта салған дүние емес, ол бір ойдан құрастырылған дүние емес, бәрі ол шариғаттағы бар дүниелер. Кейде енді пәтуа деп жатамыз. Пәтуа ол заманауи мәселеге қатысты болса, қазіргі негізі әлемде ислам ғалымдары ортақ бір бас қосып, осы мәселені талдайды. Жаңа шыққан мәселелерді. Ол қаржыға қатысты болсын, ол жаңа медицинаға қатысты болсын, әртүрлі жасанды интеллектке қатысты болсын, сол техника, технологияға қатысты мәселелерде ортақ иштихад жасайды. Бұны иштихадты жамаи деп айтып жатады, яғни өзара ақылдасу арқылы шығарылатын нәрсе, яғни жеке адамның несі емес. Енді ондай бұрынғы кездің мазхаб құратындай ғалымдардың деңгейіндегі иштихад емес, бәлкім бұл сол мазхабтарға сүйене отырып заманауи мәселелерге жауап берген жауаптары. Сондықтан пәтуа сөзі көбінесе кең ұғымда әртүрлі мағыналарда қолданылады. Кейде сұрақ-жауап мағынасында қолданылады, яғни фиқтағы бар дүниені жауап бересің. Кейде көбірек ол нақты өзіне сай ұғымы осы талас тудырып жатқан, немесе көп түсініксіз болған, немесе заманауи туындап жатқан мәселелерге арнайы сол белгілі ұйымның берген жауабы. Соны жаңағыдегі пәтуа деп айтамыз. Енді және бір мәселе бар. Бізде муфтият қалай пәтуа шығарады? Ең бірінші бізде былайша айтқанда барлық кітаптар, классикалық кітаптар, заманауи кітаптар қоры бар, тәубе. Негізі сүйенілетін кітаптардың қоры бар. Ол PDF нұсқасында болсын, кітап нұсқасында болсын. Одан кейінгі сол Мажмаъ аль-фиқх аль-ислами деген секілді әлемдік академиялар бар. Академиз бе дейміз бе, немесе сонда ұйымдар бар. Осы шариғи мәселелерді зерттейтін, талдайтын. Сол ұйымдардың шешімі бар. Сондықтан сол басқа елдердің, муфтияттардың пәтуалары бар. Осы басқа елдердің тәжірибесімен, пікірмен санаса отырып, олардың жаңағыдегі әлемде осы мәселеге қандай үкім айтылған. Солардың бәрін талдай отырып, және еліміздің ахуалын ескере отырып, шариғатқа сай болатындығына, және еліміздің жаңағыдегі ұстанымына, дәстүріне, санасына сай болатын бәрін жаңағыдегі шеңберден шықпай, діннің де, елдің ұстанымының шеңберінен де шықпай, осындай бір ғұламалар кеңесіне материал ұсынылады. Яғни жаңағыдегі дайындалған пәтуа ұсынылады. Ғұламалар кеңесі алатын жері болса алады, қосатын жері болса қосып, өзгертетін болса жер өзгертіп, осы жаңағыдегі кейде бұл жөнінде пәтуаны қабылдауға ұйғарады, немесе қабылдамауға ұйғарады. Қабылдамау дегенде сұрақ-жауап ретінде шығарса болады деп те категориясын нақтылап береді. Не ішкі пәтуа болады, не жалпыға жариялатын пәтуа болады, не жаңағыдай сұрақ-жауап ретінде пәтуа болуы мүмкін, немесе қабылданбауы мүмкін, қайттан қаралуға жіберілуі мүмкін. Сондықтан әртүрлі кезде ғылыми бұл прогресс болғандықтан, жаңағыдай процесс болғандықтан әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Сондықтан шығып жатқан пәтуалар ешқандай бір білмей қалды, кейде біреулер енді айыптайтындар бар ғой. Мынау жаңағыдегі білмейді ғой деген секілді. Ол білмегендіктен емес, бәлкім бүкіл әлемнің тәжірибесі және біз еліміздің жағдайы ескеріліп шыққан пәтуа болып есептелінеді. Алла разы болсын. Ұстаз енді мына жерде мынандай бір қосымша сұрақ туындайды. Муфтиятқа жалпы
бір жылдың ішінде қанша сұрақ келеді? Өйткені сіздерде колл-центрлар бар да? Колл-центрлар бар, және имамдарыңыз бар, әр облысқа бекітілген пәтуаға жауапты мамандар бар. Солардың барлығын есептеп, бір статистика жасап көрдіңіздер ме өздеріңіз? Жылына қанша сұрақ туындайды, және олардың қаншасына жауап беріледі, қаншасы кейінге қалады деген сынды. Енді әлбетте ол пәтуа бөлімі болғандықтан сұрақ жауаптың несі жүргізіледі. Тіркелген сұрақ, яғни тіркелген деген сөз, соған жауап берілген сұрақтар жылдан сайын көбейіп жатыр. Соңғы неде есепте ол 300 мың сұраққа жауап берілген. Бұл әлі тіркелмегені талай, тіркелгені осынша болса, тіркелмегені талай. Өйткені көре салып не істейтіні бар, және де әр имамнан сұрайтыны бар. Сондықтан негізгі сұрақ жауап бұдан да көп саны. Бірақ сол тіркелгеннің өзі 300 мың сұрақ жауап болып жатыр. Сол муфтияттың өзінде енді муфтият бот бар, имам ал деген не шығайын деп жатыр. Сосын біздің сайттарға сұрақ қойылады. Пәтуа кезет сайтына, муфтият кезет сайтына пошта арқылы сұрақ қойылады. Колл-центріміз бар. Муфтияттың өзі тікелей жауап беріп отқан жаңағындай сұрақтың саны 30 мыңның үстінде. Астанадағы муфтияттың өзі жауап береді. Өзі жауап беріп отқан нелердің, қалалардағы мамандардың жауап беріп отқанын қосқан кезде сол жаңағындай не болады, 300 мыңнан астам сұраққа жауап беріліп отыр. Ұстаз, енді мынандай бір келесі сұрақ бар. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шығарған пәтуа, ол Қазақстанда тұратын бүкіл халыққа немесе халыққа міндеттеле ме, әлде тек мұсылмандарға ғана ма, әлде белгілі бір топқа ғана ма деген сынды сұрақ. Яғни оны барлығына бірдей орындау міндетті ма жоқ па? Өйткені кейбір мәселелерге қатысты муфтияттың мәлімдемесі туындаған кезде біз әлеуметтік желіні мониторинг жасап отқанда соның астында әртүрлі пікірталас туындап жатады. Қарапайым халық кейде түсінбейді бұл нәрсені. Бұлар барлығын тыйым салып бітті ғой деген сынды, бәрін арам етіп бітті ғой деген сынды сөздер айтып жатады. Яғни бұл жерде адамға ықтияр беріле ме? Пәтуа берілген жағдайда муфти пәтуа шығарғанда адамға таңдау еркін беріле ме? Орындау, орындамау деген сынды. Бұл жерде енді қоғамға қатысты бар сұрақ болып тұрғандықтан жүйені енді көбісі біледі, бірақ ескертіп кеткен жөн көріп отырық. Енді біз зайырлы қоғамбыз, оны білеміз. Яғни біздің заң конституциямен жүреді. Ал конституцияда шариғи нормалар сол қалаушы адамдарға болып есептенеді. Яғни ұстанам, өйткені шариғи норма, яғни пәтуа шықса, ол заңдық несі жоқ, құзыреті жоқ, немесе заңдық күші жоқ. Ал шариғи норма орындалуы енді ол шариғат негізінде, яғни қияметте сұраламыз ғой деген негізде ұстайды адамдар. Өз еркімен ұстайды, былайша айтқанда. Өйткені фатуа ол шариғатқа негізделіп шығарылады. Шариғатқа негізделіп шығарылады, ешкім ауадан алмайды, немесе қалтасынан алмайды. Кейбір кездерде жәһілдегі пәтуа халықтың жағдайына сай беріледі. Ол бүкіл әлемдегі бар процесс. Сондықтан шариғи тұрғыдан қарасақ, діндарлық тұрғысынан немесе осы дінді практикалық ұстап жатқан адамдардың тұрғысынан қарасақ, бұл пәтуа егер мазхабымызға сай болса, өйткені кейде пәтуа болады, қажеттілік жағдайда сол басқа мазхабтың негізінде берілуі мүмкін. Мысалы, қажылықтың өзін көп мысал келтіреміз ғой, қажылықта басқа мазхабтар дәрет мәселесінде ханафи мазхабына өтеді. Әсіресе қол тию. Ер кісінің әйел кісіге қолы тиіп кету мәселесінде, немесе әйел кісінің ер кісіге қолы тиіп кету мәселесінде басқа мазхабтар осы ханафи мазхабын ұстайды деп жатамыз. Ол қажеттіліктен туындаған нәрсе. Онсыз болмайды. Сол секілді кейбір қажеттілік жағдайларда өте саусақпен санарлық болсын, кейде әртүрлі, әсіресе финанс мәселелерінде, ол енді тіпті финанс мәселесінде кейін қаралады. Өзі бүкіл әлемде, және бүкіл 4 мазхаб бірдей қаралады. Сондықтан басқа да мәселелерде, саусақпен санарлық мәселелерде басқа мазхаб алыну мүмкін. Кейбір ішіндегі пункттарда да алыну мүмкін. Ал енді қалған жағдайында ол көбінесе фиқтың осы ханафи мазхабының мәселесі айтылады. Ал енді өзі ханафи мазхабы бойынша ғалымдарымыз айтады, елде бір мазхаб тарады ма, сол мазхабты ұстауың уәжіп дейді. Яғни дәл сол ханафи мазхабы айтылып жатса,
соған сай пәтуа шығып жатса, демек сол пәтуаны біз жаңағыдай ол мазхаб деп қарауымыз керек. Мазхаб, сол мазхабтың ішіндегі сол пәтуа ретінде шыққан нәрсе. Ол дін тұрғысынан демек уәжіп болады. Ал енді кейбір варианттар туындап қалатын. Мазхабта сәл басқалау болуы мүмкін, қажеттілікке үшін берілген пәтуа сәл басқалау болуы мүмкін. Ол кезде адам өз еркі қарайды тақуалығына. Енді біреуге міндеттемеу шартымен, біреуге жаңағыдай айыптамау шартымен, неге сен пәтуаны алдың демей, осындай айыптамау шартымен, өзі қабылдамаса ақысы бар. Мен осы жаңағыдегі мазхабтың ұстанымын ұстауды жөн көрдім деп. Ал бірақ пәтуа берілгенге сендер адасқансыңдар, сендер жаңағыдегі осындай кішкене радикалды көріністі туындаттыруы, былайша айтқанда, өзі ұнатпаған немесе өзі қаламаған нәрсені басқаға міндеттеуі, бұл кішкене фанатизмға жақын ұстаным болады. Кішкене белгісі болады. Өйткені пәтуа не үшін туындаған? Ол діндегі бар дүниелер. Діндегі бар дүние дегеніміз адам өзі қағидалар бар, исламда үлкен қағида, бүкіл мазхабтағы бар қағида. Адамға тығырыққа тірелсе, оған жеңілдік қарастырылады. Сондықтан жеңілдік қарастырылған мәселелерде ол сол берілген пәтуа орынды болып есептелінеді. Ол қияметте, мысалы, мынандай бір сөз бар, өз қағида бар. Пәтуа беріш тарап жауапты. Солған халық сеніп ұстанып жатса, қияметте жаңағыдай не болып қалады ау деп қорқудың қажеті жоқ. Әлбетте, сенімді пәтуа жүйелері болды ма, мысалы, еліміздің мүфтияты секілді, ғұламалар кеңесі секілді, ол білікті мамандардан өтті ма, демек адам қорықпай осы пәтуаны ұстай береді. Сондықтан жалпы алған кезде бұл пәтуалар сол мазхаб негізінде болады. Өзіміздің ханафи мазхаб негізінде болады. Және сондықтан соны ол мазхаб ұстау, бір елде бір мазхаб, сол елдің бір мазхабын жаңағыдай ұстау уәжіп деген пікірде, бұл адамның жаңағыдегі көпшілікке қарсы шықпау үшін, және бүлік туындамау үшін, және оны үлкен ғалымдар, білікті мамандар талдап отырып, әлемдік тәжірибені ескере отырып, шығарғанын есепке ала отырып, сол пәтуаны алса, ешқандай ол ұтылмайды. Сондықтан ол пәтуа мәселесінде кейде осы кейбіреулер өзін ерекшелегісі келеді, немесе басқаларды бір білімсіздік көрсеткісі келеді, сондай кішкене ауытқу бар адамдар болады да, идеологиялық немесе осы түсінік тұрғысынан ауытқу адамдар болады. Оларды білмей жатып, кейде сынап жатады, түсінбей жатып сынап жатады. Ол енді орынсыз нәрсе. Сондықтан ол бір пәтуа шықты ма, өзіңіз айтқандай, енді кейде халық не үшін тия бересіңдер. Тия бересің дегенде кейде ол діннің тиімі болуы мүмкін. Ал мен ұнатпасаңыз, сондықтан біздің ел зайырлы ел. Ешқандай сізге келіп кетер жоқ. Ешкім сізді айыптайын деп тұрған жоқ. Сондықтан бұл дінде пәтуа ұстанушыларға, ұстаймын дейтіндерге. Егер ұстамаймын десе, жалпы заңдық тұрғыдан қарасақ, өз еркілеріңіз. Ешкім сіздерді мәжбүрлемейді, және ұста деп сізге ешкім қысым көрсетпейді. Ал біреу қысым көрсетіп жатса, бұл дінде де дұрыс емес. Өз зайырлық ол діннің де принциптерінің бірі. Дінде зорлық жоқ деген нәрсе бар. Сондықтан, бірақ енді біреу ұнатпайды екен деп, Құрандағы бар дүниені жоқ дей алмаймыз. Нақты бар ма, ешқандай жатағымның пікірі болмаса, нақты өз ханафи мазхабында бар дүние болса, немесе дінде бар дүние болса, барды бар дейсін. Сондықтан да ата-бабаларымыз ол жаңағыдай дінді ұстап келген кезде, кейбір мысалы хандар ол дінді өзінің бір жарғыларын шығарған болуы мүмкін, елдің дәстүрге сай. Ол кезде былайша айтқанда, енді ол дінді жоққа шығарайық деп ешкім айтпаған. Ата-бабаларымыз мұсылман болып келген, бірақ заманға сай әртүрлі дін ұстау деңгейі әртүрлі болған. Сондықтан ол бірақ дінді ұстамадың деп, былайша айтқанда дінді жоққа шығарайық деген ұраны ешкім тастамаған. Қазір өкінішке қарай сол дінге дұшпандық қылып жатқандар, өзіміздің ата дәстүріміз, ата дінімізге дұшпандық қылып жатқандар да бар. Олар соны енді бізге келмейді, ұнамайды, соның үшін жоққа шығарайық деген сондай бір қисынға келмейтін сөздерді айтып жүргендер бар. Сондықтан бұл адам барынша толерантты қалау керек, барынша ол табиғи процесс ретінде қарау керек. Ұнамай жатса, ұстамай жатса, өзің заңдық құқығың бар. Азамат ретінде, Қазақстанның азаматы ретінде өзің білесің.
бірақ оны ұстанушыларға арналғандықтан оны нағып сүйіп шығарасыңдар деп өзің ұнатпайтын немесе өзің қатысы жоқ нәрсеге кіріспеген жөн болады. Ұстаз, енді мынандай бір сұрақ бар. Біз енді алдын айтқандай, сіз айтқандай, біздің Қазақстан зайырлы мемлекет, бізде конституция бар. Және де мына неке мәселесіне қатысты осы сұрақ бізде де көп талқыланады. Біздің салада да мына ЗАГС арқылы ажырасу деген нәрсе бар ғой. Кейде тіпті шариғи некемен қиып, некені шариғатпен қиып, ЗАГСпен тіркеп, кейіннен енді отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, бір-бірімен жараспай ажырасып жатады. Ажырасқан кезде шариғат арқылы ажырасады, ЗАГС арқылы ажырасады, бірақ бағанағыдай талақ сөз айтылмауы мүмкін. Сол кезде сұрақ туындайды, мен оған талақ сөзін айтқан жоқпын ғой, біз тек ЗАГСпен ажырастық қой, неке бар ма жоқ па деген сұрақ қояды. Жалпы біз білеміз, фихта егер екі ерлі-зайыптың бірі келіп қазыға шағымданатын болса, қазы ажырата алады екі жұпты. ЗАГСтың ажыратуы осы қазының соттың ажыратуы секілді болып есептеле ме деген сұрақ бар. ЗАГСтың ажыратуы, қазының ажыратуы болып есептелінбейді, бірақ мәселе бар. Талақты күйеу береді. Күйеудің беруі осы ЗАГСта көрініс таба ма дегенде, егер алдын ала келісіп алса, немесе сол соттың кезінде келісім берсе, немесе қол қойса, осы үш жағдайда соттың ажырасқаны талақ болып есептелінеді. Яғни күйеудің келісімі алдын ала болсын, сосын жаңағыдегі соттағы келісімі немесе қол қоюы бұл талақ болып есептелінеді біздің муфтияттың ұстанымында. Сондықтан бұл шариғаттағы қандай нәрсеге, шариғаттағы сол китабатан болсын, немесе рисалятан болсын, китаба жазып жіберу, біреу арқылы рисаля дегеніміз. Ол тіпті талақ өте жауапкершілік нәрсе, бірақ ол талақта әйелдің есту уәжіп, естірту. Бірақ естіртпей талақ берсе түсе ме дегенде түседі дейді. Естірту міндет, бірақ естіртпей беріп қойса да түседі. Сондықтан осындай талақ өте нәзік мәселе. Үйлену мәселесі нәзік, жауапкершілігі мол мәселе. Сондықтан осындай жауапкершілігі мол мәселеде ол күйеудің қол қойып жатуы, рұқсат келісім беріп жатуы, ол біз оны талақ деп есептейміз шариғатта. Алла разы болсын, ұстаз. Ұстаз, енді бір келесі бір сұрақ бар. Бұл сұрақ енді радикалды топтарға қатысты бұл сұрақ. Соның ішінде заңға бағыну мәселесі. Енді біздің мемлекет зайырлы мемлекет болғаннан кейін бізде конституция бар, ата заң бар. Кейбір кезде радикалды топтағы бауырларымыз, егер сен конституцияға бағынам деп айтатын болсаң, жалпы конституциясы бар ата заңмен өмір сүретін, сонымен басқаратын мемлекетте тұрсаң, сен діннен шығасың, сен бағанағыдай тағутсың деген сөздер айтады. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс бұлай айту? Бұл нәрсе дінде бар ма бұндай нәрсе? Ең бірінші мынандай бір мәселе бар. Ол ел ислам мемлекеті ма, ислам мемлекеті емес пе? Мынандай түсініктер бар. Мұсылман мемлекеті деп айтады. Яғни ол елде мұсылмандар көп шоғырланған ел. Бірақ мұсылман заңы конституцияға қолданбайтын ел. Жалпы тілмен айтқан кезде. Енді ислам мемлекеті бар. Ислам мемлекеті, оның конституциясы көбі ислам шариғатына сай, немесе бәрі ислам шариғатына сай негізделген заңды айтамыз. Ол ислам мемлекеті. Ал ислам мемлекетінде бола тұрса, егер бұрынғы енді мысалы халифат кезінде, Осман халифат кезінде сонда ислам мемлекет деп есептелді ғой. Ислам мемлекет деп есептелген кезде ол конституция сол ислам еді. Фиқ, мысалы ханафи мазхабы негізінде, немесе шафи, малики, хамбали мазхабтарының негізінде үкім етілуі еді. Сол мазхаб, сол конституция болған. Ол кезде қарсы шығу, қазіргі мына заңда конституцияға қарсы шығып, заңды бұзғандаймен бірдей еді. Ол кезде ол егер қарсы шығып жатса, ол жазаланатын. Ал енді ислам емес, қазір конституция болып жатса, ол сен жаңағыдай сол елдің жүйесі, сол конституциямен жүріп жатса, ол конституциямен жүрген үшін тағут деп айыптау, бұл ешқандай қисынға келмейтін нәрсе. Ислам елінің қағидатын ислам емес, яғни ислам мемлекеті емес елге әкеп тығыстыру болады. Яғни бәрін қаша қылу. Ал енді бір адам, ол ешқандай конституцияда
саған жаза қолданылмаған, немесе ол қылмыс деп есептелінбейді, немесе былайша айтқанда өз еркіңе қойылған нәрседе өзіңнің шариғатыңды ұстай бересің. Ешқандай ислам мен конституцияның несі қайшылығы жоқ осындай ерікті түрлерде. Ал енді жалпы алған кезде ислам мен конституцияның көп құқықтық тұрғыда сәйкес келетін жері өте көп. Өте көп. Тек қана жаза жүйесінде, жаза жүйесі исламның 5%. Жаза жүйесі ол басқалай. Жаза жүйесінде мысалы жаңағыдегі дүрелеу деген нәрселер жоқ, иә? Ал енді осы нәрсені амалға асырмауы, мысалы да сол радикал топ, сен сонда жаза жүйесін өзің атқарасың ба, өзің атқармайсың ба деп сұрауымызға болады. Өзім атқарам десе, бұл шариғатқа қайшы келіп отыр. Жаза жүйесін қазы атқару керек. Шариғи қазы атқару керек. Самасут жоқ, былайша айтқанда өзіне үкім шығарып, сол үкімді жазаны өзі атқарып кету деген нәрсе дінде жоқ. Оны сол басшы, елдің басшысы, сол елдің басшысы тағайындаған адамдар жүргізу керек. Сондықтан қазір азамат ретінде, халық ретінде ол жаза жүйесінің атқарылмай жатқанына, мысалы шариғи тұрғыдан атқарылмай жатқан немесе басқалай атқарылып жатқанына ол ешкімді айыптай алмайды. Ешкімде айыптауға хақы жоқ. Екінші мынандай бір мәселе бар да. Өзі мысалы егер ислам жүйесі немесе ислам мемлекеті болу үшін ол қалай неге амалға асады? Қырып жойып амалға асу керек па? Өзі шариғат дін бойынша жатағымды былай қойған кезде өзіміздің мысалы дәстүрлі дінімізде қалай амалға асады десе, ол діннің көзқарасында менің түсінігім бойынша, менің білуім бойынша, ол тек қана референдуммен ғана амалға асады. Халық қабылдау керек. Халық қабылдау, ешқандай күш көрсету емес. Ол дұрыс емес. Шариғатта қайшы нәрсе, арам тірлік болады күш көрсету. Тек қана немен болады? Референдуммен. Яғни оған жаңағы ұсынылу керек. Кім ұсынады онда? Қазіргі жүйедегі мүмкін депутаттар ұсынады. Және ол қабылдану керек, және референдумға салыну керек. Сондықтан да бұл жүйе атқарылмай жатқанына, жаңағыдегі былайша айтқанда бұл халықтың қалауындағы нәрсе. Оның үшін біреуді айыптау бұл дінді түсінбеушілік. Оны түсінбестік. Енді мысалы менің түсінігімде заң бойынша ол мысалы басшының өзі бір осын істейміз деп істей алмайды. Конституцияға өзгеріс енгізе алмайды. Өзінің жолдары бар, этаптары бар, өзінің несі бар, былайша айтқанда түбі халыққа барып тіреледі. Сондықтан бұл шариғатымызда да сондай дүние. Қайдан бірден нені басқа бір конституцияны, мысалы дінге негізген конституцияны неге бірден күштеп әкелу керек? Оны кім айтты? Қайдан айтты? Мысалы пайғамбарымыздың өзі Мединеде болған кезде алғашқы жылдарында Дарл Ахд болды. Дарл Ахд дегені басқа дін өкілдері, басқа ұлттар болғандықтан ол ортақ заң болды. Бәріне ортақ заң болды. Қазіргі сияқты. Сондықтан ол кейін басқалардың қиянаты бар, одан кейін халықтың қолдауымен ол ислам шариғаты жүрді. Былайша айтқанда мұсылман еместерге бөлек заң болған жоқ, бәрі бірдей болды. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, ол не дейді? Дарл Ахд деп айтып жатады. Сондықтан қорытатын болсақ, қазір конституциямен жүру, ол ешқандай шариғатқа қайшы емес. Бұл елдің заңы. Тікелей шариғатқа байлаудың да қажет жоқ. Сен бәрі мәжбүрлісің. Сен жаңағыдай жол ережесін бұзсаң, сен жаңағыдай несін төлейсің. Нені штраф төлеуің керек. Құдай сақтасын, біреу сені ұрса, сен қалай жазалайсың оны? Өзің ұра алмайсың. Оны жаңағыдай шағымданасың. Құқық қорғау жүйелеріне өзінің жолымен соның жаңағыдай шағымданасың үстінен. Міне осылай. Сондықтан бұл шариғатқа қайшы дегенде сонда бәрін тастау керек болады. Бәрін тастасаң, демек хаос болады. Хаос болады, жаңағыдай адамды өлтіру, басқа тонау. Бұны дініміз айтпайды бұлай деп. Сондықтан бұл жатағымның өкінішке қарай бір түпкі ниеті де сол ғой, елде хаос орнату. Сондықтан болып жатқан жүйені жоққа шығарады. Орнына не әкелмексің?
мысалы жаңағыдай ислам үкімдерін әкелемін. Сен қалай әкелесің, ел көнбей тұрса? Ел түсінбей тұрса, мысалы, елдің рұқсатынсыз қалай әкелесің? Сондай бір мәселелер бар да. Сондықтан біреулер күш көрсетем деуі мүмкін. Күш көрсетсең, бұл нағыз терроризм, нақты шектен шығу. Сондықтан ол табиғи көрінісі де ол тек қана халықтың несін келісімімен болады. Оған қарсы шығып жатып жаңағыдай бұл діндегі фитнаға итермелеу болады. Фитна дейміз, бүлікке, адамның қанына итермелеу болады. Сондықтан біздің өзіміздің дәстүрлі мазһабтар негізінде десек те болады, бұл жаңағыдегі конституцияға бағыну, бұл діннен шығу, Құдай сақтасын, ширіктеу, немесе бір басқа деу, анау мынау деу, бұл дінді түсінбеген адам сөзі. Алла разы болсын ұстаз. Жалпы бізде уақытта тайып қалған. Көп рахмет. Негізі біраз сұрақтар бар еді, бірақ соның өзінде осы уақытқа сыйғызу үшін, бізге берілген регламент сақтау үшін барынша енді келтірдік. Біраз пайдалы ақпарат алдық. Пәтуаға қатысты, біздің муфтиятымыздың қара шаңырағымыздың пәтуа шығару процесі жайында, ЗАГС мәселесіне қатысты, талақ беруге қатысты, және де банағы радикалды топтарға да қатысты біраз ақпарат алдық, жан-жақты ақпарат. Алла разы болсын сізге ұстаз, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Осы елге ұдайы қызмет етіп, елге пайдасы тиетін тұлғалардан болыңыз иншалла. Көп рахмет ұстаз, Оралға қош келдіңіз тағы да. Тағы да келсеңіз, тағы қуаныштымыз сізді көруге. Көп рахмет. Осымен бізде сұхбат тамам. Арнаға жазыламыз, пікір қалдырамыз, лайк басамыз және бұл подкастты достарымызға таратамыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.